Excel программасын шарлау үшін ең оңай жолы айналдыру жолақтарын пайдалану. Бізде оңға және солға өтуге мүмкіндік беретін көлденең жылжыту жолағы және төмен және жоғары жылжуға мүмкіндік беретін тік айналдыру жолағы бар. Айналдыру жолақтарының екі жағында сіз кішігірім қозғалыстар жасауға мүмкіндік беретін кішкентай көрсеткілерді көресіз. Мәселен, мен бір қатарға көтерілу үшін осы жерді басуыма болады. Дегенмен, айналдыру жолақтарын пайдалану әрқашан ең тиімді әдіс бола бермейді. Кейде біздің пернетақтаны пайдалану жылдамырақ болады. Мысалы, бізде 4 көрсеткі пернелері бар. Олар бізге бір уақытта солға, төмен, оңға және жоғарыға бір ұяшыққа оңай жылжуға мүмкіндік береді. Егер сізге үлкен қозғалыстар жасау қажет болса, пернетақтада екі өте пайдалы батырмалар бар: Page Up және Page Down. Олар бізді бірденнен бір экранға жылжытады. Сонымен, сіз менің төменгі жағында 160-ші қатарда тұрғанымды көріп тұрсыз. Егер мен Page Down пернесін бассам, енді сіз 160 санын жоғары жағында екенін көре аласыз. Ал егер мен Page Up түймесін бассам, мен бұрын болған жеріме ораламын. Бір өте пайдалы пернелер Ctrl плюс Home пернелері. Ctrl Home бассаңыз, сізді электрондық кестенің басына қайтарады. Бұл сізге көп уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Ctrl плюс Home батырмасына қарама қарсы Ctrl плюс N кілті. Бұл пернелерді басу арқылы сіз электронды таблицаның ең төменгі бетіне бір мезетте жетесіз. Егер сіз мына төменгі жаққа қарасаңыз, менде 3 жұмыс парағы қойындысы бар екенін көресіз, және олардың әрқайсысы әртүрлі парақ. Олардың арасында жылжу үшін өзіңізге керек жұмыс парағын басыңыз. Мен деректерді қарау үшін продажа 2022 парақшасына көшемін. Бір ұяшықты таңдау үшін сол ұяшықты тышқанмен бір рет басыңыз. 2 рет басудың керегі жоқ. Содан кейін бұл ұяшық белсенді ұяшыққа айналады, және сіз оны шетінде жасыл боялған шекара бар екенінен білесіз. Егер сіз бірнеше ұяшықты таңдағыңыз келсе, таңдауыңыздағы бірінші ұяшықты басып, тышқанды соңғы ұяшыққа сүйреңіз. Сіз бастаған ұяшықтың біріншісін қоспағанда, барлығы сұр түске боялғанын байқайсыз. Бірінші ұяшықтың сұр түске боянбағанына уайымдамаңыз, ол да таңдалды. Ұяшықтармен жұмыс істеу барысында 3 белгішеге назар аударыңыз. Үлкен ақ крест бұл біздің таңдау белгішеміз. Бірақ егер сіз ұяшықтың шетіне келсеңіз, шетінде қара жебелері бар крестке ауысқанын байқайсыз. Бұл белгіше сіздің жылжыту белгішеңіз болып табылады. Сонымен, егер мен қазір осында басып, төменге сүйреп апарсам, ол деректерді төменге апарып тастайды. Упс, мен мұны істегім келмеді. Уайымдамаңыз, Excelде барлық қателіктерді панель быстрого доступа тақтасындағы отменить, яғни жою түймесін басу арқылы қайтаруға болады. Сонымен мен қазір мұны істеймін. Үшінші белгіше. Көрсеткілері жоқ кішкентай арық крест. Сіз мұны белсенді ұяшықтың бұрышына апарған кезде көресіз. Бұл жолы мен басып, сүйреп апарған кезде ол деректерді таңдаған сияқты болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол бастапқы ұяшықтың деректерін барлық таңдалған ұяшықтарға көшіреді. Бұл менің жасағым келген нәрсе емес. Сондықтан мен оны жоямын. Сонымен, есіңізде болсын, жай таңдау үшін сізге үлкен ақ крест қажет. Деректерде бір бағанды таңдау үшін сіз тиісті әріптерді басуыңыз керек. Сонымен, C бағанын таңдау үшін мен C түймесін басамын. Сонымен қатар бірнеше бағандарды да таңдауға болады. Сонымен мен A бағаннан I бағанына дейін таңдағым келеді. Мен A түймесін басып, I бағанына жеткенше ұстап тұрып сүйреймін. Сіз жолдармен де осылай жасай аласыз. Сонымен, 5-ші жолды таңдау үшін мен 5-ші нөмірді басамын. Жол нөмірлері мен баған әріптерінің арасында кішкентай бұрыш бар. Егер сіз оны бассаңыз, сіз бүкіл электрондық кестені таңдайсыз. Өте оңай. Кейде сіз деректердің үлкен жиынтығын таңдағыңыз келеді, және басып сүйреу өте баяу болуы мүмкін. Сонымен, тағы бір нұсқа ол деректер жиынындағы бірінші ұяшықты басу, содан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы ұяшықты таңдау. Сонда ол сіздің таңдаған екі ұяшығыңыздың арасындағы барлық нәрсені таңдайды. Мұны істеудің одан да жылдам жолы деректер жинағының бір жерін басып, содан кейін Ctrl плюс A тіркесін пайдалану. Өте ыңғайлы және жылдам. Соңғысы, кейде сіз бір-біріне жақын емес деректердің екі бөлімін таңдауыңыз керек. Біз мұны шектес емес деректер деп атаймыз. Сонымен менің сату менеджерлерім және олардың 4-ші тоқсанның нәтижелерін алғым келеді делік. Мен менеджерлерімді таңдаймын. Бірақ егер мен қазір 4-ші тоқсан нәтижелерін таңдасам, мен
менеджерлерді таңдаған әрекетім жойылып кетеді. Сонымен мұны қайталап көрейік. Мен менеджерлерімді таңдаймын, бірақ бұл жолы контрол пернесін басып тұрып, 4-ші тоқсанды таңдаймын. Өте жақсы. Енді сіз өзіңіз қарап көрсеңіз болады.